Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Қарағанды облысы Балқаш қаласының нөмір 5-ші жалпы білім беретін орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазы Адамбаева Бақтыгүл Тарбайқызы боламын. Барлығыңызға белгілі, әлемде болып жатқан дағдарысқа байланысты балалар қашықтықтан оқу арқылы білім алады. Соған байланысты қаламызда сынақ онлайн сабақтар өткізілуде. Яғни 4-ші тоқсанға оқушыларды дайындау барысы. Біз Google Classroom платформасына сыныптарымыздың барлығын тіркедік. Бүгін мен 6-шы А сыныбы менен қазақ тілі пәні бойынша онлайн сабақ жүргіздім. Бұл сыныпта барлық оқушылар тіркелген, 20 оқушы. Біріншіден мен оқушыларға алдын ала тапсырма дайындап қойдым. Біз бұл сыныпта әлемдегі ірі кітапханалар бөлімін бастадық. Соның бірінші тақырыбы жақсы кітап жан азығы деп аталады. Осы тақырып бойынша тапсырмалар оқушыларға дайындалды. Біріншіден оқушыларға берген тапсырмам аудиопрезентация. Оқушылар осы аудиопрезентацияны тыңдаулары керек. Содан кейін осы презентацияны үзіліске қоя отырып, тапсырмаларды орындап, маған жібереді. Мен оқушыларды тапсырмаларын қабылдап, тексеріп, бағалап отырдым. Оқушылар танысқан видеопрезентациямен танысыңыздар. Құрметті оқушылар, біз сіздермен бүгінгі бірінші онлайн сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі пәнінен. Бүгінгі мақсатымыз мәтіннен негізгі және қосымша ақпараты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру, түсінудің мағыналық түрлерін ажыратып, түрлендіріп қолдану. Бірінші балалар, мынандай жұмбақ шешіп алайық. Көп әңгімем өлеңім, күнде ақыл беремін. Жақсы көрсе менікім, мен де оны жақсы көремін. Бұл не деп ойлайсыздар, балалар? Әрине, кітап. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы кітаппен байланысты болады. Тағы да басқа қандай жұмбақтар білесіңдер? Кітап туралы. Ойланып көріңіздерші. Тағы да жұмбақтар кітап туралы. Үндемес серік, ақылы берік. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Бір ғажап бар, тілі жоқ. Сөйлесем десең міні жоқ. Міне осындай кітап туралы жұмбақтар бар. Енді балалар, кітап туралы мағлұмат алып алайық. Кітап деген сөз негізі араб сөзі. Ол жазу, жазба деген мағына береді. Кітаптың шығуы мен тарихы да сол кітап жазу өнерінің пайда болуымен байланысты. Енді балалар, қазір сіздерге 3 минут уақыт беремін. Кітап деген сөзге кластер құрастырып жіберіңіздер. Басты сөздерді жазып қойдым. Мына жерде сөз тіркестерін: кітап сарқылмас қазына, кітап білім көзі, кітап рухани байлық деп. Енді әрі қарай толықтырып, өздерің кітап деген сөзді естігенде немен байланыстырасыздар? Соны кластерге түсіріп, маған жіберіңіздер. Енді балалар, қағазды қайдан алады? Кітап қалай жасалады? Ойланып көрдіңіздер ме?
ойланып көріңіздерші. Сіздердің қазіргі жазып отырған алтыларыңыздағы дәптерлеріңіз, оқулықтарыңыз қайдан шықты? Қағаз қайдан алынды? Қағазды балалар ағаштан жасайды. Оны сіздер бастауыш сыныптан бері білесіздер. Бірақ осы ақ қағазды, осы ағашты қағазға айналдыру үшін қаншама тер төгеді адамзат. Еңбек сіңіреді. Алдымен адам орманнан ағашты кеседі. Оны фабрикаға апарады. Фабрикада ол ағашты қағаз қылып шығарады. Сонан кейін міне сіздердің алдыларыңызда тұрғандай оқулықтар түрлі ішінде әңгімелері бар, ертегілері бар, өлеңдері бар, суреттер салынған, иллюстрациялары бар түрлі оқулық, тағы да басқа кітаптар шығарылады. Ерте заманда түрік халықтары тас бетіне сына жазуын қолданған. Сіздер тарих пәнінен білесіздер. Папирус кітабы, бұл ежелгі Египетте жазу құралы ретінде ағаш тәрізді су өсімдікті папирусты пайдаланған. Кітап папирус деп аталған. Олар жұмыр таяқшалар сияқты шиыршықталып, оралып жасалған. Пергамент кітабы, бұл кіші Азияда Пергам патшалығының кезінде жануарлардың терісінен жазу үшін жасалған. Патшалықтың атымен пергамент деп аталып кеткен. Бұл жаңағы жарғақ теріге жазылған кітаптар, яғни теріге жазылған кітаптар сол кездерде дүниеге келе бастады. Біздің заманымызға дейінгі 25-220 жылдарда тұңғыш рет Қытай елінде қағаз жасалынды. Оны Цай Лунь ойлап тапты. Бұл ең арзан материал болып саналды. 800 жыл бойы Қытай халқы қағаз шығаруды құпия сақтап келді. 800 жыл бойы. Алтын кітапты американдық геологтар Шри-Ланкада тапқан. Оның беттері таза алтыннан жасалынған. Кітапта ежелгі үнді поэмасы қашалып жазылған. Енді балалар, сіздердің міне оқулықтарыңыздың, өздеріңізге таныс оқулықтың бетін көріп отырсыздар. 157-ші бет. Осы мәтінді қазір өз беттеріңізбен оқып, танысып, төменде 4 сұрақ берілген. Сол 4 сұраққа жауап беруге тырысыңыздар. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Енді балалар, қазіргі заманда кітап басу цехтары, яғни баспалары бар. Кітаптар сол баспаларда басылып шығарылады. Және түптеу цехы болады, кітаптың беттері, онан кейін оны түптеу цехы бөлек болады. Енді балалар, біз сіздермен грамматика саласы бойынша үстеуді өткен болатынбыз 3-ші тоқсанда. Сол үстеулердің мағыналық түрлерін осы тоқсанда әрі қарай жалғастырамыз. Қазір естеріңізге түсіріп алыңыздар. Сіздерде тапсырма берілген. Үстеудің мағыналық түрлері деп аталып тұр. Сол тапсырманы басып ашсаңыздар, мұнда сіздерге арналған тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды ашып, орындап жіберіңіздер. Кітаптың құрылымын жаңағы тағы да айтып кеттік. Беттері болады, мұқабасы болады. Кітап әртүрлі болады. Әдеби кітаптар болады. Дидактикалық кітаптар болады. Оқулықтар, тағы басқа. Енді балалар, сіздердің оқулықтарыңызда тапсырмалар тұр. Бұл жерде 3-4 тапсырманы мен сіздерге қосып беріп отырмын. Өйткені онлайн сабақ болғандықтан бұл жерде қазір сіздер өздеріңіздің
оқулықтарыңыздағы 3-4 тапсырманы біріктіріп орындайсыздар. 3 тапсырмада оқу мәтініне негізгі етіп бітіретін сөйлемдерді түртіп алып, жинақы мәтін түрінде жазыңдар дейді. Онан кейін 4 тапсырмада өз мәтіндеріндегі үстеудің түрлерін ажыратыңдар дейді. Енді сіздер маған осы оқылым мәтінінен 2 сөйлемнен жазып жіберіңіздер, бірақ бір шарт бар, бұл сөйлемдердің құрамында үстеу болуы керек. Сонан кейін бірден айтып кетейін балалар, мына жерде 5 тапсырма үйге беріліп тұр. Мектеп кітапханасы немесе өзің оқырманы болып табылатын кітапхана туралы кітапханаштан сұхбат алып, диалог түрінде жазыңдар дейді. Үй тапсырмасын сіздер кітапханаға барып жаза алмайсыздар, карантин болғандықтан. Сондықтан сіздер мектеп кітапханасында жиі болдыңыздар. Мектеп кітапханашысы Көптілеу Шойынбаевнаны білесіздер. Яғни сіздер Көптілеу Шойынбаевнамен сұхбат алған секілді диалог құрастырасыздар. Енді балалар, бағанадан бері сіздер біраз жұмыс істедіңіздер, көздеріңіз шаршады. Сондықтан қазір көзге жаттығу жасайық. Әрбір жаттығуды кемінде 3 рет қайталау керек. Дұрысталып отырамыз, денемізді тік ұстаймыз. Көздеріңді оңға, солға, оңға, солға, оңға, солға бұрыңыздар. Онан кейін сағат тілі бойымен көздің қарашығын айналдыру, яғни көздеріңізді сағаттың тіліменен айналдырасыздар 3 рет. Онан кейін тез арада көзді жұмып, ашу, жұмып, ашу, жұмып, ашу. Онан кейін көздеріңді сол жақ астыңғы бұрыштан оң жаққа, жоғарғы бұрышқа қарату. Дәл солай керісінше жасайсыздар. Одан кейін 2 көзімізбен бірге 2 қасымыздың ортасына қарап көрейік. Яғни жоғары қарай қарап 5 секунд отырасыздар. Одан кейін төмен мұрынның ұшына қарап 5 секунд отырасыздар. Жақсы балалар. Балалар, естеріңе сақтап алыңдар. Кітапты ұқыпты таза ұстау керек. Өздеріңнен кейін оны көптеген балалар оқитынын естеріңізден шығармаңыздар. Яғни сіздердің іні қарындастарыңыз, сіңілілеріңіз, бауырларыңыз бар, арттарыңыздан еріп келе жатқан. Олардың бәрі осы оқулықты пайдаланады. Сондықтан мектепке ұстап жүрген оқулықтарыңызды және тағы да басқа кітаптарды күтіп ұстауға тырысыңыздар. Кітапты төсекте жатып, ас ішіп отырып оқуға болмайды. Кітапты жыртуға, сызуға болмайды. Кітапханада шулауға болмайды, өйткені басқа оқырмандарға кедергі келтіресіңдер. Енді балалар, кітапқа байланысты даналық сөздерді жеткілікті. Абай Құнанбайұлы айтқан екен, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге дейді. Уильям Шекспир кітап маған тақтан да қымбат деген екен. Ал Максим Горький болса, кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі деген екен. Енді балалар, қазір жаңылмай жаңылтпаш айтып көрейік. Өздеріңіз айтып көріңіздер қайталап. Ұқыпты бала кітапты түптеп тастады, ұқыпсыз бала кітапты бүктеп тастады. Ұқыпты бала кітапты түптеп тастады, ұқыпсыз бала кітапты бүктеп тастады. Менен де тезірек айтуға тырысыңыздар. Енді балалар, кері байланыс. Енді сонымен қатар мұнда оқушылар бұл презентацияны үзіліс қоя отырып тыңдап, тапсырмаларды орындады. Мұнда оқушыларға берілген тапсырмалардың түрлері, мысалы, үстеудің мағыналық түрлері, еске түсіру. Яғни бұл тапсырманы бірнеше бала орындап бағаларын алды. Мысалы,
Мына бірінші оқушы Айша бибінің тапсырмасын алайық. Ол бала дәптерге жазып түсіріп маған жіберді. Сол сияқты қалған оқушылар да тапсырмаларды шамалары келгенше орындап маған жіберіп отырды. Мен оқушыларды бағаладым. Мынау жаңағы 3-ші, 4-ші тапсырмалар бойынша мұны да оқушылар орындап тапсыруға тырысты. Мысалы, Нұрханның тапсырмасын алатын болсақ, онда ол сөйлемдерін бәрін жазып жіберді. Үстеу қатысқан сөздерін. Тура солай қалған оқушылар да тапсырмаларды орындады. Онан кейін сабақтың соңында, сабақтың басында мәтінмен оқып танысу керек болатын. Онда да оқушылар өздерінің түсініктерін жазып маған жіберді. Мысалы, Бекарыстың жұмысы қаншалықты жаңағы мәтінді түсінді. Содан кейін мәтіннің соңындағы 4 сұраққа оқушылар шамалары келгенше жауаптарын жазып маған жіберіп отырды. Мен олардың жауаптарын оқып бағалап отырдым. Сабақтың соңында оқушыларға кері байланыс берілді. Енді балалар, біз сіздермен кері байланыс жүргіземіз. Яғни кері байланыста сіздер кері байланыстың сұрақтарына сіздер маған жауап жазып жібересіздер. Мен оны оқып танысамын. Кітап неден, қалай жасалады? Кітапсыз өмірді елестету мүмкін бе? Кітапты қалай ұстау керекпіз? Кітапханаларға барып кітаптар алып оқимыз ба? Қандай кітап оқығанды жақсы көресіңдер? Ерте кезде қандай кітап түрлері болды? Енді балалар, сіздерге аздап іздену жұмысын бергім келіп отыр. Мұнда қазақ балаларына арнап тұңғыш әліппе жазған кім? Кел балалар оқулық өлеңінің авторы кім? Көшбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаев неше кітап жазған? Осы сұрақтар бойынша іздену жұмыстарын жүргізіңіздер. Енді балалар, тастан жарып шыққан гүл секілді алдағы күнге сенімділікпен ұмтылатын білімді ұрпақтарымыз сіздер. Сіздер көп болыңыздар, сіздер аман болыңыздар. Енді мына өздеріңіз слайдта көріп тұрғандай жерде толған тас. Әрине сол тас ол қиындық ретінде, яғни тасты бұзып жарып, гүл болып шығып, елімізді гүлдендіретін өздеріңіз боласыздар. Осындай жақсы тілекпен сабағымызды аяқтаймыз балалар. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар. Ұстаздар, осылай сабағымыз аяқталды. Бұл Google Classroom платформасын қолдануға болады. Сондықтан сіздерге де осы онлайн сабақ беру барысында ұлан-ғайыр табыстар тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.